Сәлем достар, бүгін сіздерге Padlet платформасы жайлы түсіндіремін. Ол үшін Google-ға Padlet деп жазамыз. Жазған кезде алдымыздан бірінші Padlet деген жазу шығады, Padlet тақтасы шығады. Бұнда тіркелу керек. Мен тіркелгенмін. Жоғары жаққа қарасақ, галерея деп тұрады. Соны басамыз. Сол жақта действие деген батырманы басқан кезде алдымыздан көптеген терезе ашылады. Мұны кез келгенін алып қолдануға болады. Әртүрлі тапсырмалар жасауға болады. Мысалы, кері байланыс дейді. Мен бұның ішінде сұрақтар мен жауаптар бөлімі таңдаймын. Құру батырмасын басамын. Алдымыздан осындай парақ ашылады. Енді өздеріңіз көріп отырғандай орыс тілінде, сондықтан тақтаның тілін өзгертемін. Енді сұрақтар мен жауаптар деп жазамын. Достар, біз настройки бөліміне кірдік. Соның ішінде тақырыпта орыс тілінен қазақ тіліне сұрақтар мен жауаптар деп өзгерттік. Немесе бұл жерге басқаша бір тақырыптың атауын қоюға да болады. Мен жалпы сұрақтар мен жауаптар дедім. Енді сұрақтарға жауап беріңдер деп жазамын. Бұл оқушыларға, жалпы студенттерге тапсырма беруде өте қолайлы платформалардың бірі. Значокты қалдырамыз. Енді фонды таңдаймыз, түсті таңдаймыз. Бұнда көптеген түс бар. Мысалы, көгілдірді таңдаймын. Сақтау батырмасын бастым. Ары қарай ештеңе өзгертпейміз. Мына формат деген бөлімге назар аударайық. Бұл бөлімді ашып қарасақ, әртүрлі форматтың түрлері берілген. Мысалы, стена дейді, колонки дейді, кесте түрінде. Бұл кез келген түрін таңдауға болады. Мен мысалы бағана түрін таңдаймын, колонки. Комментарий қосулы болу керек. Қалғанын өзгертпейміз. Енді алдымыздан осындай бөлім ашылды. Бұл бөлімді біз раздел деген сөз өшіріп тастаймын. Бұл бізде бірінші сұрақ. Бұл жерге белгілі бір тақырып немесе сөз жазуға да болады. Мен бірақ нөмір 1 деп қалдырамын. Енді мына жерге сұрақтарымызды жазамыз. Мен алдына дайындап қойғам. Бірнеше сұрақ дайындап қойғам. Сол сұрақтарды осы жерге көшіремін. Міне, синоним сөздерді тап. Енді бөлімді қосу батырмасын басамыз. Раздел деген сөзді алып тастаймын. Екінші сұрағымыз жалпы тест түріндегі сұрақтар. Тест түрінде де, сөйлем түрінде де, кез келген түрде сұрақтарыңызды, тапсырмаларыңызды беруге болады. Сұрақтардың орнына белгілі бір мақсатқа негізделген тапсырмаларды ұсынуға болады. Енді бөлімді қосамын. Ана сөзді алып тастаймын, бөлім деген сөзді. Үшінші сұрақ бізде тест түрінде емес, кәдімгі сөйлем түрінде берілген. Қазақстанның көне қалаларын ата деген. Тағы да бөлімді қосамын. Сізге қанша бөлім керек, сонша өзіңіздің қалауыңызға байланысты бөлімдерді қосуға немесе азайтуға болады. Padlet тақтасына бірден жазуға да болады бірден. Сол дайындап қойған тапсырмаларымды көшіріп тақтаға қоямын. Жариялаймын. Міне, осылайша 4 сұрақ дайындадым. Көбірек дайындасаңыз да болады. Азырақ дайындасаңыз да өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Тағы бір айта кететін мәселе, комментарий жазу деген жерге біз сурет немесе бейне жазба жүктей аламыз. Осы загрузить батырмасын басып,
бір суретті жүктеп көрсетіп көрейін. Мысалы, Төлеген Айбергеновтың суреті. Төлеген Айбергенов шығармашылығының тақырыбы қандай дегенде, ақынның суретін жүктеп қойдым. Оқушыларға, студенттерге, жалпы оқырмандарға визуалды түрде түсінікті болу үшін бұл жерге сурет жүктеуге де болады. Немесе суретті өшіріп тастауға да болады. Мына Қазақстанның көне қалалар деген жерге де суретті жүктеп қойсаңыздар, оқырманға визуалды түрде ерекше әсер қалдырады. Тақырыпқа байланысты суретті немесе бейнероликті, бейнежазбаны жүктеп қойға болады. Сонымен біз сұрақтарымызды жаздық. Енді келесі бұның бәрі жаңағы настройки бөлімінде болған. Настройки бөлімінде болған форматты таңдадық. Бағана форматын комментарийді қостық. Екінші бөлім бізде біздің тапсырмамыз аяқталды. Енді бөлісу. Екінші бөліміне кіреміз. Сілтемеге біз комментатор деген, яғни ашық, қолжетімді. Формат қолжетімді, яғни кез келген оқырман реакция қалдырып сұрақтарға жауап бере алатындай екінші бөлімге комментаторды басамыз. Оқырман реакция қалдырып сұрақтарға жауап бере алады. Комментаторды басамыз. Құрметті достар, Padlet платформасының сілтемесін WhatsApp-тағы топтарға жібермезге болады. Екі түрлі жолы бар. QR-кодты алу. Біріншісі QR-код арқылы. Егер QR-код қажет болса, QR-кодты жүктеу батырмасын басамыз. Жүктеліп қалды. Ашып қарайық. Біздің бүгінгі жасаған тапсырмамыздың QR-коды. Немесе QR-код қажет болмаса, сілтемені тақтаның сілтемесін көшіріп WhatsApp-қа жібереміз. WhatsApp-тағы топтарға, білім алушыларға, әріптестерге, яғни қажетті адамдарға жібереміз. Сонымен сұрақтар мен жауаптарға біз сұрақтарымызды жаздық. Енді сілтеме арқылы кіріп, комментарий қосу батырмасын басып, әрқайсысы өзінің телефонында сілтеме арқылы кіріп, бұл сұрақтарға жауап бере алады. Немесе бұны интерактив тақтадан, бүкін экранында олардың жауаптарын экранға шығарып қойып көруге болады. Padlet тақтасы өте тиімді. Әсіресе оқушыларға, студенттерге тапсырма берген кезде өте тиімді. Тек қана білім алушыларға ғана емес, бұл платформаның қызметі өте үлкен, кең ауқымды, әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Диаграммасын жасауға болады, презентациялар жасауға болады. Жалпы мен бір жеңіл түрін көрсеттім, қарапайым түрін. Бір жақсысы, мұнда отырған оқушы топқа жіберген сілтемені ашып, өзінің аккаунты, яғни ең басты оқушының Google аккаунты болса болды, кіре береді де, өзінің телефонына жауап береді, сіз оны көре аласыз. Құрметті оқырман, жалпы Padlet тақтасының қызметі сан алуан, ауқымды, әртүрлі қызықты тапсырма құрастыруға болады. Өте жеңіл, өте тиімді платформалардың бірі. Және айта кететін тағы бір мәселе, Padlet тақтасы 3 рет қана тегін қолдануға мүмкіндік береді. 3 рет қолданғаннан кейін сіздің аккаунтыңыздағы мына сақталған, мысалы, сұрақтар мен жауаптар деп мысалы қолдандым мен. 3-тен асып кеткен жағдайда, мысалы, оны өшіріп тастаймыз, перенести в корзину деп өшіріп тастаймыз. 3 рет тегін қолдануыңызға мүмкіндік бар. Құрметті оқырман, Padlet тақтасы өте тиімді, жеңіл, қолдануға ыңғайлы платформалардың бірі. Қарап отырсақ, әртүрлі форматта тапсырмалар орындауға болады. Кері байланыс беруге болады.
талқылауға болады. Бұл жерде неше түрлі. Орындап болғаннан кейін тапсырмаларыңызды өшіріп, қайтадан жаңасын осы парақшаның ішіне кез келген форматын алып, жаңасын қолдана беруіңізге болады. Өте жеңіл. Білім алушыларға тапсырма құрастыруда өте тиімді, пайдалы платформалардың бірі. Сау болыңыздар, игіліктеріңізге жарасын.